Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тосап қосылған үгітілмелі қамырдан жасалған пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Менімен соңына дейін болыңыздар. Бізге қажетті заттар: қант, ұн, қаймақ, разрыхлитель, сары май және сары уыз. Ең бірінші разрыхлителіміз бен ұнымызды араластырып аламыз. Сары майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Сары май мұздай болу қажет, тоңазытқыштан шыққан. Қолымыздың жылуыменен ерітіп алмай, ұнменен біріктіретін боламыз. Құрғақ массамыз дайын. Енді сұйық массамыз дайындауға кірісеміз. Жұмыртқаның сары уызын, қаймақ және қантты араластырып аламыз. Құрғақ массамыз бенен сұйық массамызды екеуін қосып біріктіретін боламыз. Қамырымыз дайын. Пакетикке салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа демалдыруға қоямыз. Салмасына малина вареньясын алдым. Сұйық болғандықтан жарма араластырдым. Водяной баняда қою халге келгенге дейін араластырып отырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Кішкене бөлме температурасында суытуға қоямыз. Оған дейін формамызға қамырымызды жайып орналастырамыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреу кіші, біреу үлкен. Кіші бөлігін бетіне әрлеуге алып қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25 минут пісіретін боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, әрлеуге болады. Пирогымыз өте дәмді, қамыры үгітілмелі, аузыңызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт сізге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара.